Балтабай Адамбаев атындағы Тірек орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Есенбекова Ғалия Қойшыбайқызы. Бүгінгі қашықтықтан өтетін сабағымның тақырыбы Төлен Әбдіковтің «Қонақтар» әңгімесі. Бүгін сіздермен мынадай оқу мақсатын жүзеге асырамыз. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Балалар, мен сіздердің Төлен Әбдіковтің «Қонақтар» әңгімесінің оқиға желісімен толық танысқандарыңызды білемін. Онда әрі қарай мына тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма графикалық органайзерге салу. Үзіндіні оқып, кестені толтырасыздар. Мен сіздерге үзіндіні бір рет оқып беремін, ары қарай өздеріңіз тапсырманы орындайсыздар. Қитар ұл енді ешкімге бармады. Тіпті шақырған ерекеңнің өзіне де жолаған жоқ. Келсеңші, ей, жаман неме. Өзі қазақша білетін беді, Сапабекжан, деп әлгі кемпір қапсағай сары жігітке қарады. Сапабек алдына келген баланың қысқа кекіліне қолын тигізіп, ептеп түсінеді, деді. Қой, қазақша үйретіңдер. Алдымен ана отырған шешесі қазақша білмейді, қайта бұған кінә жоқ, деп Сапабек қазақша білмейтініне риза болғандай күлімсіреп, ақ сары келіншегіне қарады. Тома, мынаның бет аузы кір, жуындыршы, деді орысшалап. Балалар, осы берілген үзіндіні өздерің тағы бір рет оқып шығып, жоғарыда берілген кестені толтырыңыздар. Бұл жерде іс-әрекетті табасыздар, кейіпкерлер бейнесін ашасыздар, көтерілген мәселені жазасыздар, өз пікірлеріңізді білдіресіздер. Екінші тапсырма. Екі жақты күнделік әдісі арқылы Ерғабыл қарияның балалары келгендегі және олардың қайтып бара жатқандағы оқиға желісі мен көңіл күйін салыстырасыздар. Балалар, мен сіздермен SMS әдісі арқылы кері байланысқа шығып отырамын. Үшінші тапсырма. Вен диаграмманы пайдалана отырып, әке мен баланы, анасы мен келінін салыстырасыздар. Төртінші тапсырма. Егер мен Сапабек болсам деген ойды ары қарай жалғастырып, өздеріңізді Сапабекпен салыстырып жазасыздар. Енді мен сіздерге 1 минуттық кері байланыс жасатқым келіп отыр. Бұл жерде арал әдісі бойынша өз көңіл күйлеріңізді білдіріп, себебін жазасыздар. Қуаныш, белгісіздік, рахаттану, көңілсіздік аралдарына орналастырасыздар. Орналастырып болсақ, енді үйге тапсырма алайық. Әке, бала, немере тақырыбында мақал-мәтелдерді оқып, қызықты, пайдалы кестені толтырыңыздар. Жақсы балалар, сау болыңыздар.